Құрметті ата-ана, әлемде болып жатқан жағдайға байланысты қазіргі таңда мемлекетке бірден шешім қабылдап, болып жатқан өзгерістерге жылдам икемделу қажеттілігі туындап отыр. Мектеп пен мұғалім күрделі мәселелерді шешуде. Дәстүрлі түрдегі сабақтан қашықтықтан оқуға ауысуда. Бұл сіздің балаңыз үшін де, мұғалім үшін де жаңа тәжірибе. Сондықтан сіздің қолдауыңыз аса маңызды. Қашықтықтан оқу балаңыздан ерекше жоғары ынтаны қажет етеді. Себебі оның жанында қадағалап тұратын, бағыт беріп тұратын мұғалім жоқ. Балаңыздың жанында сіз барсыз. Қашықтықтан оқу кезінде біз баламыз үшін не істей аламыз? Балаңызды қажетті гаджет, арнайы құрылғылармен қамтамасыз етіңіз. Алайда қашықтықтан оқу кезінде үйдегі әр баланың қолында жеке-жеке ноутбук, жеке-жеке смартфон болуы міндетті емес. Балаларыңыз кезектесіп белгіленген уақыт бойынша онлайн сабақтарға қатыса алады. Қашықтықтан оқу дегеніміз ол үнемі компьютердің алдында отыру деген сөз емес. Қашықтықтан оқу аз мөлшердегі онлайн сабақ және көп мөлшердегі баланың жеке оқуы. Баланың жас ерекшелігіне байланысты онлайн сабағының ұзақтығы 10 минуттан 30 минутқа дейін созылуы мүмкін. Бала белгілі бір уақытта ғана компьютердің алдында сабаққа қатысады, қалған уақытта өзі жеке тапсырмаларды орындай алады. Сіздің осы уақытта қандай көңіл күйде болатыныңыз маңызды. Сіз көңіл күйіңіздің балаңызға берілетін естен шығармаңыз. Мазасызданбаңыз және сабырлық сақтаңыз. Үйде өз бетінше оқуға болатындай атмосфера құрыңыз. Балаңызға өз бетінше оқудың қалай болатынын көрсететіндей үлгі болыңыз. Мысалы, балаңыз жеке тапсырма орындап жатқанда, сіз де өзіңізді дамытатындай кітап оқыңыз. Балаңызбен бірлесіп күн тәртібін құрыңыз. Ұйқы, тамақтану, онлайн сабаққа қатысу, өз бетімен оқу, демалу уақыттарын рационалды түрде белгілеңіздер. Ұйқыға ерте жатыңыз. Адамның толыққанды тынығуы үшін 8 сағаттық ұйқы қажет екенін ескеріңіз. Балаңызға өз бетімен білім алуға, берілген тапсырмаларды орындауға қолдау көрсетіңіз. Қадағалаушы, тексеруші рөлінде емес, қолдау көрсетуші, кеңес беруші рөлінде болыңыз. Балаңызды ашық әңгімеге тартыңыз. Оның оқуында болып жатқан қиындықтар мен жетістіктер туралы сөйлесіңіз. Қиындықтар туындап жатқан жағдайда мұғалімге хабарласып кеңес алыңыз. Егер қандай да бір жағдайлар мен интернет үзіліп қалатын болса, мазасызданбаңыз. Болған жағдайды ескертіп, мұғалімге хабарласыңыз. Интернетте әртүрлі мақсаттағы ақпараттардың бар екенін ескеріп, балаңыздың интернет ақпарат қауіпсіздігін естен шығармаңыз. Құрметті ата-ана, қашықтықтан оқу сіздің балаңыздың өз бетімен оқуын, өзін-өзі ұйымдастыруын, сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға ықпал етеді. Ал біз ата-аналар бұған тек қолдау көрсете аламыз.